Тауық етінен қандай тағам жасарыңызды білмесеңіз, онда осы видеоның соңына дейін көріп, рецепт ұнаса, лайк басып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Бұл тағамның аты чахахбили деп аталады. Дайындау тәсілі оңай, әрі ингредиенттері арзан. 3 тауық санын алып, жуып, сыртындағы терісін сыпырып, видеода көрсетілгендей етіп тураймыз. Терісін сыпырмай-ақ пісірсаңыздар да болады. Егер терісі таза түктері жоқ болатын болса, терісімен бірге пісқан өте дәмді шығады. Етті кесектеп турасаңыздар да болады. Әркім өз қалауынша қарай турайды. Табаға май құйып, етімізді салып, қызарғанша қуырамыз. Ет қуырылғанша тәтті бұрышымызды ұзыншақтап етіп турап аламыз. Артынша пияз тураймыз. Етіміз қуырылып болғаннан кейін бөлек ыдысқа алып қоямыз да пиязды салып, жақсылап қуырып аламыз. Қалауларыңызға қарай дәмдеуіштер мен для курицы және қара бұрыш қостым. Жақсылап араластырып, 1 қасық томат пастасын салдым. Бұл жерде негізінен помидор қосылу керек болатын, бірақ та помидордың бағасы өздеріңіз білетіндей 1000-1000 теңге килограммына қазір. Сондықтан томат пастасын қоссаңыздар да ешқандай айырмашылық бола қоймайды. Пиязды қуырып алғаннан кейін тәтті бұрыш қосып 2-3 минуттай қуырып аласыздар. Қуырылған етті видеодағыдай етіп салып, үстінен томат қосылған суымызды құйып, жарты сағатқа бұқтыруға қоямыз. Тамақ пісуға даяр болып қалған кезде 2 бас сарымсақты турап саламыз. Және де укроп, петрушка болатын болса, қоссаңыздар тіптен жақсы. Дәмі де, түрі де әдемі болады. Чахахбилиміз дайын, ас болсын.